Әр елді мекеннің сыртқы көрінісі, көшесінің тазалығы сол жердегі халықтың тұрмыс-тіршілігінен, мәдениетінен және әкімнің жұмысынан хабар береді. Біздің мақсатымыз біреуді мақтау не даттау емес. Біздің мақсатымыз ақиқатты ел аузынан есту. Біз бүгін Райымбек ауылдық округіндеміз. Райымбек ауылдық округы 1983 жылы құрылған. Құрамына Райымбек, Абай, Құмтоған, Бұлақты, Долан, Жаңа Тұрмыс, Қырғауылды ауылдары кіреді. Жалпы халық саны 40 мыңға жуықтайды. 1995 жылдан бастап округке 10-ға жуық азамат басшылық еткен. 2018 жылдан округ әкімі Елжан Сейтнұрұлы Төленбаев. Әкім Елжан Айдарман танимыз. Танымаймын, жадың ғана алышты. Әкім өзіміздің бала ғой осы ауылдың. Елжан жақсы. Келгелі бері көшеміз сүватыр. Жақсы бала. Осы қолымыздағы оққан әке-шешесін бәрін танимыз. Жоқ, мен осында келгеніме 16-та келдім, 4 жыл болды балдардың қалды қолына. Одан бері көрген емеспін. Акима, да, он местный у нас. Мальчик учился өзіміздің қолымызда оқыған. Елжан Төленбаев. Танымаймын. Акима знаем, да. Елжан Сейтнурич. Бәрі жақсы, тыныш. Самое главное, көшемізге асфальт түсіп жатыр. Сол. Тротуар түсіп жатыр. Прожектор болады дейді енді. Бәрі жақсы болсын. Қай көшені? Момышұлына. Тек жақсы жаңалық біздің көшеге асфальт салды, ана Қуаныш магазиннің арт жағына кішкентай ғана жерге болды. Басқасын білмейді екем. Как Аким поменялся у нас в нашем Райымбеке, в поселке, у нас дороги стали асфальтироваться, тротуары появились, освещение у нас появилось на центральной улице, где дети ходят особенно, лежачие полицейские появились, пешеход для детей специально появился, знаки появились. У нас в поселке хорошее улучшение идет. В плане мусора, вывозят мусор. Мы платим, как положено, каждый дом платит, раз в неделю вывозят мусор, да? С этим проблем нет. Тұрғындардың айтуы бойынша, мына жерде тұрған бұрынғы сауда нүктелері, өсіп тұрған ағаштар барлығы бүгінде қираған. Себебі дәл осы жерден үлкен автомобиль Алматы айналмалы жолы, яғни Бакат өтеді екен. Мусор көп жолда. Мынандай көше, центральный көшенің бойында алынбаған шөптер нелер көп. Оны айта алмаймын. Балдар ойнайтын алаң жоқ. Кішкентай болса да парк жоқ, бар демалып отыратын балдарды алып. Жасаған жолдың бәрін топырақ басып кетті міне. Бір жөндеу керек қой міне жолдың екі шетін міне. Қалаға, үлкен қалаға жақын, ең үлкен ауыл. Осы негізде осы бір үлкен жолдың екі шетін адам жүретін бір дұрыстап жасау керек қой. Мына өнуге мына электр нелерін дұрыстап тарту керек мына. Мы эту проблему поднимали вообще, и в Акимате говорили. Нам сказали, что поставят аппарат в магазин, да, но удобно жители, все местные, потому что нету банкоматов у нас в поселке. Такая единственная проблема, да. Тротуары. Хотели бы, чтобы дети ходили вот по тротуарам. Большинство вот такое вот. И побольше лежачих полицейских и вот таких вот знаков, чтобы проходили люди, потому что пожилых людей много и детей очень много. Конечно, хотелось бы, чтобы лучше было. Освещение можно. Освещение бы не помешало, да. Многие улицы не освещенные.
Алып мегаполис Алматының іргесінде орналасқан Райымбек ауылдық округі тұрғындарының тыныс-тіршілігі міне осындай. Әлбетте қалаға жақын болғандықтан мұнда халықтың саны да көп. Бәлкім сондықтан болар. Әлі де тазалық мәселесіне көңіл бөлу керек сияқты.